Ертең еркектердің мейрамы екен ғой. Еркектерге обал. Өзімізге келгенде жан шығарып, осы бәле дейміз ғой. Ойбай, ертең 8 март көреміз не әкелгеніңді. Бір сынық гүл болса да әкелетін шығарсың деп. Намектан намек жібереміз ғой. Айналайын, маған бір ана бір ыдыс аяқтап берсең болды, маған басқаның керегі жоқ, қоя берші қалғанын. Үйдің тірлігі ғой біздікі деп жаңа жібересің ғой. Обай қыздар аңғал ғой. Маған не әпересің? Мен мерекем келеді деп жылтыңдамайды да ғой. Мен айттым, тек туғандар бір-біріне сыйлық жасамайды дедім. Айдаладағы адам емеспіз, осы сыйлық дегенді қоя берейік деп ем, үндемей аха мақұл деді. Ол айтады маған, сыйлығыңа рахмет, бір пәшкі нәски әкеш дейді. Жалпы әйелдерге келгенде фантазия масқара, гүлдің де түр-түрі, подарканың да түр-түрі. Еркекке келгенде подарка да жоқ екен ғой. Сан аула, мына жерде сүмкі, мына жерде рүшке, түк те жоқ екен ғой байқұстарға келгенде. Мына Тараз қаласы бар ғой, өзінен өзі суып кетті. Осындай кезде футболка киіп жүгіріп жүрушек, қыстық киімнің бәрін коробкаға салып тығып тастағам, шығар дейді. Шығармай отырмын, үндемеймін. Жылайды ғой, күн ертең жылайды. Жылайды дегенге 2 апта болды, шығар дейді. Шығарғым келмейді, шығармай қойдым. Бәрі бүрсеңдеп жүр. Мына нәскиді айтамын да, мына бір пар қаяққа кетеді, бұған ұры келе ма, қайда кетеді? Бәрін бір сорт қып алу керек екен. Сонда рахат, анау жоқ болса, ананы парлай бересің, ананы парлай бересің. Неге азанда өз жерде нәски іздейміз ғой. Арсалаңдап, ар жүгірем, бер жүгірем, ар жүгірем, бер жүгірем. Жоқ. Біреуін ұстап, нан біреу қайқа кетеді, құдай айт. Өз жерде ғана тұрған еді ғой, өз жерде ғана тұрған еді ғой деп қойым. Жерден жеті қоян тапқанда, ойбай деп біреуін тауып әкелсем, табан жыртық болып шығады ғой. Құдай, мұнан қашан жыртқансыңдар, кеше ғана сау тұр. Әйтеуір өзің басында алып шығасың, көрінген жерден ше.